Саламатсыздар мұхтар, сіздермен бірге әдеттегідей ердәулет ағайларыңыз. Бұл видеоны енді әрқайсыңыз әр жерде, әр уақытта көрулеріңіз мүмкін. Біреулеріңізге қайырлы күн, біреулеріңізге қайырлы кеш. Ал ондай болатын болса, бүгін бізде жаңа тақырыптың атауы өнеркәсіп төңкерісі, иә. Сабағымызды бастаймыз әдеттегідей. Өздеріңіз білетіндей, біз алдыңғы сабақ өттік, жаңа заман деген не, ағылшын революциясын өттік. Сабақ өте қызықты болды деген ойдамын. Сабағымыз 38 минутқа дейін созылыпты. Енді бүгін қысқа тақырып, ары кетсе бір 10 минут болуы мүмкін. Кеттік, бастаймыз. Бүгін бізде өнеркәсіп төңкерісі. Ең алғашында бастаймыз. 18 ғасырдың аяғында Европаның бірқатар елдерінде өнеркәсібінде мануфактуралық кезеңнен өндірістік фабрикалық жүйесіне көшу басталды. Қай уақытта? 18 ғасырдың аяғында. 18 ғасырдың аяғы деген қай жылдар? 1780-1790 жылдар. Енді қараңыздар, бұл жердегі мануфактуралық кезең дегеніміз не? Мануфактуралық кезең дегеніміз, ол кезеңде де фабрикалар бар да, бірақ ол кезеңдегі мануфактуралық кезеңде адамдардың саны көп та. Мысалға, белгілі бір киімді тоқу үшін, осы мануфактуралық кезеңде киімнің түймесін басқа адам жасады. Киімнің дәл осы бір кезеңде жаңағы жүнін басқа аяқтан алып келді, мақтасын басқа аяқтан алып келді. Солай өтіп сөйтіп оны жайлап құрастырды. Мануфактуралық кезеңде белгілі бір затты құрастыру, немесе осы бір кезеңде мануфактуралық кезеңде адамдардың саны өте көбейді да, белгілі бір затты жасау үшін. Осы бір кезінде жаңағы біз білетін техникалар, біз білетін дәл осы бір кезінде киімді тоқу өте қиын еді да, киімді шығару қиын еді. Мысалы, мануфактуралық кезіндегі фабрикаларда көбінесе киімдер адамдардың қолымен тіктірілген болады. Қол еңбегі мануфактуралық кезінде өте көп деп қолданылған болады. Ал фабрикалық жүйеге өткен уақытта, ол бір уақытта уже бізде мынандай машиналар пайда бола бастады. Киімді уже адам емес, машина жасай бастаған болады. Түсіндіре алдық қой, иә? Түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді қараңыздар, бізде өнеркәсіп төңкерісінің техникалық және әлеуметтік жағы болып екіге бөлінген болады. Техникалық жағы өнеркәсіп төңкерісінің. Біз негізінен өнеркәсіп төңкеріс дегеніміз ол Англияда басталған, Европада болған, жаңағы біз білетін индустриялық қоғам осы өнеркәсіп төңкерісінің арқасында пайда болған. Оның техникалық жағы қандай? Ол ғылыми техникалық революцияның жетістіктерін қолдануды білдірді. Ол дегеніміз енді машина, техникалар пайда болып, адамның қол еңбегіне қараған уақытта көбінесе машиналардың, біз білетін техникалардың еңбегінің көптеп қолданылуы, оның барлығы ненің арқасында? Әрине, осы өнеркәсіптегі болған төңкерістің, өнеркәсіптегі болған революцияның арқасында екен. Енді оның әлеуметтік жағы бар. Ол қандай? Ол өнеркәсіпте буржуазиялық қатынастардың нығаюын көрсетті. Бағанағы естеріңізде бар болатын болса, капиталистік қатынастар деген дүние бар екен, иә? Капиталистік қатынастарды біз алдыңғы сабақ полностью ашып түсіндірген болатынбыз, иә? Енді осы бір уақыттағы буржуазиялық капиталистік қатынас дегеніміз қандай еді? Тағы да бір айта кетейік, иә? Бұрынғы біз білетін бизнесменнің зауыт ашуы, зауытта жаңағы техникалардың көптеп болуы, жұмысшылардың санының болуы, және зауыттан белгілі бір заттың шығуы, заттың жаңағы бизнесменге, бағанағы буржуазға ақша болып түсіп отыруының барлығы дерлік бізде не деп аталады? Капиталистік қатынастар деп аталады. Көріп тұрсыздар ғой? Осы бір кезінде өнеркәсіптегі төңкеріс буржуазиялық капиталистік қатынастардың нығаюына әсер етті дейді. Не үшін? Себебі олар жұмысшыға айлық төлегенге қарағанда бағанағы техниканы пайдалану, бағанағы новыйдан пайда болған машинаны пайдалану оларға көптеп пайда тигізген болады. Енді қараңыздар, негізінен дәл осы бір кезінде өнеркәсіп төңкерісінің алдында оған белгілі бір алғы шарттар жасалынған болады. 16-17 ғасырлардың өзінде Англияда жер иеленуші шаруалар жөліп кетті. Жер иеленуші шаруалардың барлығын дерлік бізде бүкіл жерлердің барлығы лендлордтар өздерінің қолына алған болды. Жерлердің барлығы дерлік енді шаруаларға емес, кімдерге тиесілі болды? Лендлордтарға тиесілі болды. Лендлорд дегеніміз кімдер? Лендлорд дегеніміз осы бір кезіндегі бай адамдар ғой, короче. Түсіндіре алдық қой? Уже біз білетін ауылдағы жер иеленушілердің барлығы жерлері жоқ. Жерлердің барлығын байлар сатып алған. Енді бұрынғы шаруалар немен айналысады? Шаруалардың барлығы енді қалаға барады да, бағанағы зауыттарға, бағанағы фабрикаларға жұмысшы болып жұмысқа кіреді. Түсінікті ғой? Бағанағы біз білетін зауыттарға, фабрикаларға жұмысшы болып кіреді. Уже бағанағы бұрынғыдай орта ғасырдағы шаруа жоқ, уже оның барлығы жұмысшыға айналып жатыр. Осылайша Англияда өнеркәсіптің төңкерісінің негізі қаланған аграрлық төңкеріс іске асырылды. Аграрлық төңкеріс дегеніміз бағанағы жер иеленуші шаруалардың жойылып, жерлердің барлығы лендлордтардың қолында болуы, бұл аграрлық төңкеріс деп аталады екен. Енді қараңыздар, тағы да қандай дүниелер болды. Енді оның барлығы осы бір аграрлық төңкерістің өзі, өнеркәсіп төңкерісінің болуына жеткіліксіз ғой. Бізде 1662 жылы
Лондонда ағылшын ғылымдар академиясының рөлін атқарған корольдік қоғам құрылды. Короче, осы бір кезіндегі өнертапқыштарды, осы бір кезіндегі білімдерді, ғалымдардың барлығын дерлік осы ғылымдар академиясы жинайды, короче. Сөйтіп ғылымдар академиясы ол ғалымдардың барлығын жинайды да, давайте енді бізде машиналарды, әртүрлі өнер табыстарыңды көрсетіңдер, әртүрлі техникаларды ашыңдар деп, осы бір кезінде корольдік қоғам біз білетін Лондонда құрылған болады. Сол секілді осы бір кезеңде 18 ғасырдың басында Англияда бастауыш білім берудің жетілген жүйесі болды. Типа уже білімнің барлығын дерлік техниканы үйренуге, жұмысшыларды тағайындауға, жұмысшыларды жасап шығаруға, техника білімді кәсіпкерлер даярлау үшін әртүрлі осы бір уақытта өнеркәсіптік орталықтар, орта мектептер пайда болған болатын. Жаңағы біз білетін техниканы меңгеруге, адамдардың барлығын білім жүйелерінде, оқытуда соған қарай не істеген болады? Әрине, негіздеген болады. Соған қарай бағыттаған болады уже адамдардың барлығы. Түсіндіре алдық қой? Енді қараңыздар. Бізде осылай Англияда өнеркәсіп төңкерісі тоқыма өндірісінің машинелерді ойлап табудан басталған болды. Біз айттық қой, осы бір кезіндегі өнеркәсіп төңкерісі ол түсінікті. Типа біз білетін өнеркәсіпте болған революция, өнеркәсіпте болған төңкеріс, короче, адамдардың қол еңбегі енді керек емес, енді только машиналар, техникалар жұмыс жасайтын кезде ол өнеркәсіп төңкерісі. Біз өнеркәсіп төңкерісінің арқасында индустриалдық қоғамға өттік, адамның қол еңбегі керек емес кезеңге, машинаның еңбегі керек кезеңге. Ең алғашқы өнеркәсіп төңкерісі қалай басталды? 1733 жылы өзінде тоқымашы әрі механик Джон Кей деген азамат болды. Осы Джон Кей шұғаны өңдеуге арналған ұшқыр шөлмекті ойлап тапқан болады. Ұшқыр шөлмек деген типа адамның киім тоқитын белгілі бір нені ойлап тапты? Әрине киім тоқитын машинаны ойлап тапты. Осының арқасында уже өнеркәсіп төңкерісі басталды. Осы біз білетін Джон Кейдің жасаған дүниесінен бастап. 1738 жылы бізде Аркайт деген адамның қатынасуынсыз жіберетін машинаны жасады. Уже адам керек емес, машина өз жұмыс жасай береді. 1771 жылы дәл осы Аркайт алғашқы жіп үйру фабрикасын ашты. Мұнда машинелер су дөңгелегінің көмегімен жұмыс жасады. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Уже адамның қатынасуы мүлдем қажет жоқ. Уже Аркайттың біз білетін фабрикасында. Адамның еңбегінің мүлдем қажеті жоқ. Еңбек только машиналар ғана жұмыс жасайды. 1765 жылы Джеймс Харгрейс Женни механикалық жіп үйру машинасын ойлап тапқан болады. Джеймс Харгрейстің Женни деген өзінің қызы болған, сол қызын арнап жасаған ғой. Оның көмегімен бір жұмыскер 18-20 ұршықты қозғалысқа келтірген болады. Дәл осы біз білетін Женни механикалық жіп үйру машинасының арқасында. Енді қараңыздар осылай. Бізде ұбт-да сұрақ келді. Қандай жіп үйру машинасы арқылы бір жұмыскер 18-20 ұршықты қозғалысқа келтіре алады деген сұрақ келеді. Сіздер айтасыздар, Джеймс Харгрейстің Женни механикалық жіп үйру машинасы деп. Түсіндіре алдық қой? Осындай сұрақ келеді. Одан ары қарай 1767 жылы ағаш шебері Хейс деген азамат бар. Ол вообще басқасын ойлап табады. Ол су дөңгелегінің қозғалысқа келтіретін және жоғары өнімділігімен ерекшеленген жіп үйру машинасын ойлап табады. Типа осы бір уақытта су дөңгелегі арқылы айналдыратын өте бір керемет дүниені ойлап тапқан болады. Кім? Осы бір кезеңдегі біз білетін Хейс. Су дөңгелегі арқылы жіп үйретін машинаны ойлап табады. Ерекшеліктер осындай. Одан кейін Джеймс Уатт деген адам бар. Бұл машинасын ойлап тауып, оны жетілдірген болады. Бұл машинасы дегеніміз не? Бұл машинасы дегеніміз осы бір уақытта нелер ғой? Қалай айтсам болады? Моторлар. Мысалы, машинаның моторы бар, әртүрлі жұмыс жасату үшін мотор бар ғой. Сіз білетін холодильникте моторы бар, сіз білетін стиральный машинада моторы бар, иә? Машинадағы моторы бар, бүкіл дүниеде мотор бар. Моторы болмайтын болса, белгілі бір техника мүлдем жұмыс жасамайды. Иә? Мысалы, машинаның моторы болмайтын болса, ол бір жерден басқа бір жерге бара алмайды ғой. Сол секілді мотор ол болуы міндеттеледі. Түсіндіре алдық қой? Енді осы бір уақыттағы моторды бізде Джеймс Уатт ойлап тапқан екен. Оны басқаша бу машинасы деп аталады екен. Осы бу машинасының ойлап табылуының арқасында өнеркәсіп орындарының өзендер қуатына тәуелділік жойылған болды. Бағанағы біз білетін, сіздер білетін жіп үйру машиналар бар ғой. Сол жіп үйру машинаның барлығы судың көмегімен, мынау көбінесе өзен көлдердің жағасында пайда болған болады. Ең алғаш фабрикалардың барлығы. Осы Джеймс Уаттың бу машинасының ойлап табылуы бұл фабрикалардың кеңінен ашылуына алып келген болады. Бу машинасы жұмыс істеу үшін көмір ғана қажет болды. Осы бу машинасының пайда болуы өнеркәсіптің көптеп пайда болуына алып келді. Себебі бу машинасы арқылы ол мотор өзіне-өзі жұмыс жасай береді ғой. Қосып қойсаң болды. Осы бір дүниені бізде Джеймс Уатт ойлап тапқан болады. Және Англиядағы өнеркәсіптің дамуы жаңа қалалардың салынуына алып келген болады. Жолдар мен көлік санының артуына осы өнеркәсіп төңкерісі өзінің өте үлкен көмегін тигізген болады. Ал 1786 жылдан бастап Лондоннан
түрлі бағыттағы пошта күймелері, дәл осы уақыттағы дилижанстар тұрақты жүре бастаған болады. Дилижанстар дегеніміз сізде суретте көрсетіп тұрған белгілі бір құрал. Бұл осы бір кезіндегі дилижанстар арқылы нені тасымалданды? Ауыр жүктерді, көмір мен металдарды арзан тасымалдауға мүмкіндік беретін су арналарды салу да кең етек ала бастаған болатын осы уақытта. Су арналарын салады, себебі үшін мынау Лондоннан басқа бір Англияның қаласына бару үшін әртүрлі жолдар, осы бір уақыттағы су жолдары, ауыр жүктерді таситын әртүрлі дүниелер жасалына бастаған болатын. Ал соның барлығын таситын құрал, осы бір уақыттағы үлкен біз білетін машина, ол әрине осы дилижанстар деп аталынған болатын. Ол жаңағы үлкен салмақты заттарды тасуға мүмкіншілік алып келген болады. Енді қараңыздар. Дәл осы бір кезінде өнеркәсіп төңкерісінің тұсында тағы қандай дүниелер жүзеге асырылды. Мысалға алатын болсақ, осы машинелердің қолдануы еңбек ақының төмендеуіне әкеліп соқтырды. Себебі машиналар көп, техникалар жұмыс жасап жатыр, зауыттар жұмыс жасап жатыр. Енді адамдардың көптеп керегі жоқ. Көптеген жұмыскерлер осы машиналардың пайда болуының арқасында жұмыссыз қала бастаған болатын. Еңбек жағдайы өте ауыр болды. Жұмыс күні 14-18 сағатқа дейін созылған болды. Ойлашы, сен 14 сағат бойы жұмыс жасайсың. Азанда 6-та барасың да, кешкі 8-де қайтасың. Сөйтесің де, ұйықтайсың да, қайта жұмысқа барасың ғой. Ол деген жұмыс деген тоқтамайды зауытта, мүлдем демалуға уақыт жоқ. Жұмысшылар өте қатты қиналып кеткен болады. Мұның барлығы дерлік жұмысшылардың наразылығын тудырған болады. Себебі олар адамдарды бір жаңағы роботтар секілді көре бастаған болады, уже бағанағы бизнесмендер. Солай жіп иіру станогын алғаш талқандаған жас өспірім Неда Луданың атымен лудашылар деген көтеріліс басталып кетті. Осы бір кезеңде лудашылар деген көтеріліс бар. Біздің Неда Луда деген қыз бар. Ол өзінің ата-анасының жұмыссыз қалғанын, осы бір кезеңдегі басқа адамдардың жұмыссыз, ақшасыз қалғанын көреді. Мынау заводқа барады, біз білетін техниканы сындырып тастайды ғой. Сөйтіп, оның артынан бүкіл қарапайым жұмысшылардың барлығы дерлік бағанағы біз білетін нені сындырады? Әрине техникаларды, біз білетін бағанағы машиналардың барлығын сындырып тастайды. Солай, дәл осы бір кезеңде осының барлығын сындырып тастағаннан кейін, бұл қозғалыс бізде лудашылар қозғалыс деп атала бастаған болады. Одан кейін парламент бүлікшілерге өлім жазасы туралы заң қабылдаған болады. Осы бір кезінде лудашылар көтерілісіне қатысқан адамдар үшін. Себебі олар жаңағы фабрикаларға өте үлкен зиянын тигізді. Бірақ лудашылардың әрекеттері өнеркәсіптік бетбұрыстың сәтті қадамын тоқтата алмады. Өнеркәсіп төңкеріс бұл лудашылар қозғалысына мүлдем қарамады. Солай, осы бір біз білетін өнеркәсіп төңкерісі өздеріңіз білетіндей Англияда басталды, бүкіл кейін Европаға таралды. Европадағы ең үлкен орталық әрине Англия пайда болды. Солай қоғамда екі негізге тап болды, ол буржуазия және өнеркәсіп пролетариаты. Буржуазия дегеніміз кім? Буржуазия өздеріңіз білетіндей бизнесмендер, ал өнеркәсіп пролетариаты дегеніміз әрине өнеркәсіп деген сөз, ол бізде түсінікті, ол фабрика, ол бізде завод, ал пролетариат деген ол жұмысшы деген мағынаны білдіреді. Бұл пролетариат деген сөзге артық анықтама керек емес, жұмысшы, бұл өнеркәсіп жұмысшысы. Солай қоғамда екі негізге тап пайда болды. Бұл бізде жаңа замандағы ең негізгі таптар еді. Естеріңізде бар болатын болсын, біз білетін орта ғасырда только ана дүние айтатынбыз, шаруа бар, феодал бар. Бұл жақта ондай дүние жоқ. Бұл жақта буржуаз бар, бұл жақта өнеркәсіп жұмысшысы бар. Бұрын феодалдар шаруаларды құлға басы бәрі шаруаға айналдырып тастады. Ал бұл жақта ондай дүние жоқ. Керісінше, бұл жақта буржуаздар жұмысшылармен жаңағы айлық беріп отырып, олармен жұмыс жасап отырған болды. Солай индустриялық қоғамның қалыптасуы басталды. Уже бізде бұрынғыдай аграрлық қоғам емес, бүкіл затты бағанағы зауыттан, фабрикадан өндіре бастаған болады. Өнеркәсіп төңкерісінің негізгі аяқталуы ол паровоздың жасалуымен аяқталған болады. Ең алғашқы пойыз жасалды, паровоз деген пойыз ғой. Осы бір уақытта паровоздың жасалуымен өнеркәсіп төңкерісі аяқталады. 1825 жылы Стефенсон деген азамат Гардингтон мен Стоктон деген екі қаланың арасында жолаушылар тасымалдайтын пойызды жүргізеді. Солай біз білетін өнеркәсіп төңкерісі аяқталады. Ал осы бір кезеңдегі Англия дүниежүзілік шеберханаға айналады. Себебі бүкіл өнеркәсіп төңкерісінің барлығы осы Англияда бастады. Оның бұйымдарына ешкімде бәсекелесе алмаған болады. Лондон әлемдік сауда орталығына айналған болады. Лондон уже бүкіл әлемдік сауда орталығына айналды. Бұда сұрақ келеді. Өнеркәсіп төңкерісі кезінде әлемдік сауда орталығына айналған қала деген айтасыздар, ол Лондон. 19 ғасыр тарихқа осы бір уақыттағы заводтардың, осы бір уақыттағы техникалардың, машинелердің, паровоздың өте көптеген техникалық жетістіктер, техникалық жаңалықтардың көптеп ашылуымен бұл ғасыр бізде машина ғасыры,
темір ғасыр ретінде кірген болатын. Индустриалдық қоғамға өту үдерісін модернизация деп атаған болатын. Модернизация дегеніміз даму, заманауи деген мағынаны білдіреді. Просто мағына даму, заманауи деген мағынаны білдіреді. Просто бір қоғамда қалмау уже. Индустриалдық қоғамда адамдар дамиды, бір орында тұрмайды мүлдем. Солай қоғамда негізгі дәл осы бір уақытта мынандай бір түсініктер, мынандай бір таптар пайда бола бастады. Ол жаңа буржуазия, орта тап, жұмысшы тап. Енді қараңыздар. Бізде жаңа буржуазия дегеніміз жаңағы завод, фабрикалардың бастықтары, бағанағы банктардың бастықтарының барлығы жаңа буржуазия. Олар бұрынғыдай ақсүйектер емес. Бұрын ақсүйектер бар еді ғой, патшаның туыстары. Соларды біз ақсүйектер деп атаған болатынбыз. Жаңа буржуазия. Бұл тап өкілдерінің мінез ерекшеліктерін талдай келе, оларға еңбекқорлық, белсенділік, табандылық қасиеттерінің тән екенін атап көрсеткен болады. ұбт-да сұрайды, сәйкестендіруді сұрайды. Жаңа буржуазияға қандай қасиет тән, орта топ нені қолдайды, жұмысшы топ қандай топ деген секілді ұбт-да сұрақ келеді. Осыдан қателесіп қалады көбінесе оқушылар. Орта таптар бар. Орта тапқа инженерлер, өнертапқыштар, дәрігерлер, оқытушылар, офицерлер мен заңгерлер кіргізілген болды. Бұлар дәл осы бір уақыттағы біз білетін реформаны қолдаушы адамдар еді. Мемлекеттің жеріне белгілі бір өзгеріс бола ма? Мемлекеттің жеріне жаңа бір заң қабылдана ма? Еркіндік, теңдік туралы идеялар пайда бола ма? Оның барлығын дерлік осы орта тап әрқашан қолдап отырған болады. Ал жұмысшы тап кімдер? Бұл таптың әлде қайда қамтамасыз етілген бөлігін білікті жұмысшылар құраған болады. Дәл осы жұмысшы табын. Оларды жұмысшы аристократия деп атаған болады. ұбт-да сұрақ береді. Жұмысшы аристократия дегеніміз не деген? Түсіндіре алдық қой? Қараймыз. Бұл таптың әлдеқайда қамтамасыз етілген бөлігін білікті жұмысшылар құрады. Оларды жұмысшы аристократиясы деп аталды. Себебі бұлардың техникалық білімдері болды. Осы жұмысшы таптың жаңадан пайда болып жатқан жұмысшылар ғой. ұбт-да сұрақ келеді. Жұмысшы тап немесе өнеркәсіп пролетариатын біз басқаша қалай атаймыз деген. Сіздер айтасыздар, жұмысшы аристократиясы деп атаймыз дейсіздер. Немесе пролетариатты біз басқаша қалай атаймыз деген ұбт-да сұрақ келеді. Сіздер айтасыздар, оны біз жұмысшы аристократиясы деп атаймыз дейміз. Түсінікті ғой. Осыдан оқушылар қателеседі де қалады. Жұмысшы аристократия дегеніміз пролетариат, бағанағы біз білетін жұмысшылар. 19 ғасырда дәстүрлі қоғамның таптық құрылымы түбегейлі өзгерістерді ең алдымен Ұлыбританияда қалыптастырған болады. Өздеріңіз білетіндей, осы бір дүниелер қысқа ғана дүние, оқуға, білуге оңай, сабақ түсіндіре аламын деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар.